Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте әдемі көрінетін, дастарханға ұялмай қоятын пирогты сіздермен бірге жасайтын боламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз осындай көтеріліп, үлпілдек болып, хош иісті, өте дәмді болып шығады. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 180 грамм шекерімізді қосып, миксердің көмегімен тоқтатпай миксерлаймыз. Осы пирогтың толық құрамын видеоның астындағы описанияда жазып қалдырамын. Достар, бұл жерде миксерімізді тоқтатпай, бірінші скоростта 3-4 минутта миксерлайтын боламыз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз 3-4 есеге үлкеюі қажет. Мінекей, мына видеодағыдай сіздердің жұмыртқаларыңыз осылай үлкейетін кезде миксерларыңызды тоқтасаңыздар болады. Келесі кезекте 200 грамм сүт. Осы 200 грамм сүттің орнына қаймақ немесе айран қоссаңыздар болады. Сосын 100 грамм ерітілген сары май қостым. 100 грамм сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Сосын венчиктің көмегімен осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп барып қосамыз. Қараңыздар, себебі ұнды илектен өткізбейтін болсаңыздар, ұнның арасында осындай қоқыстар болуы мүмкін. Сосын бізге керегі осындай қопсытқыш. Бір пакеттің ішінде 18 грамм болады. Осы 18 грамм қопсытқыштың бәрін қосамыз. Егер бұндай қопсытқыш жоқ болса, онда 3 шай қасық қопсытқыш қосыңыздар. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да тәттілердің, кекстардың, немесе печеньелердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоларды көруді ұмытпаңыздар. Мына шетте ұнымыздың екінші жартысында илектен өткізіп барып қостым. Сосын ары қарай бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сосын бір керкі болғанша миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Осы пирогтың құрамына мен барлығы 330 грамм ұн қостым. Сіздер де ұнды өлшеп барып қосыңыздар. Шамамен басында 300 грамм ұн қосып көріңіздер. Егер қамырларыңызға осы 300 грамм ұн жеткілікті болса, сол 300 граммды қосыңыздар. Сіздердің қамырларыңыз осындай орташа қоюлықтағы бір керкі сұйықтау келген қамыр шығу қажет. Сосын осы қамырымыздың 5 ас қасық бөлігін алып, басқа таза ыдысымызға осылай салып шығамыз. Бөлек алып қойған қамырымызға 1 ас қасық толтырып какао ұнтағын қосамыз. Сосын 3 ас қасық сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біз бұл жерде шоколадты қамыр жасаймыз. Мінекей, біздің шоколадты қамырымыз дайын болды. Сіздерде де осындай қоюлау келген шоколадты қамырларыңыз шығу қажет. Пирог пісіретін формамызға сары майымызды әкеп, сары майды форманың барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Достар, осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Немесе сары майдың орнына пергамент қағазын төсеп, қамырларыңызды құйып, пісіре берсеңіздер болады. Егер пергамент қағаз жоқ болса, онда осындай формаларыңызды майдың көмегімен осылай майлаңыздар. Ендігі кезекте осы қамырымызды құямыз. Бірінші осы какао қосылмаған қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйып болған соң, лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де осы менің видеоларым сізге ұнайды ма, ұнаса пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Мінекей, мына шетте біздің қамырларымыз қою болып қалған соң, осындай 1 ас қасық тағы да сүт қосып жібердік. Сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырған соң, біздің қамырымыз осындай сұйық қалпына келді. Енді осы шоколадты қамырымыз
қамырымызды кондитерлік қорапқа құйып аламыз. Егер кондитерлік қорап жоқ болса, салафанға құйсаңыздар да болады. Осы қамырымыздың басын кішкене қылып кесіп, мына видеодағыдай қамырларымызды құйып шығамыз. Бұл жерде сіздер осы шоколадты қамырды өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты басқаша қылып, немесе өрнек сияқты қылып құйып шықсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Немесе менікі сияқты осылай жасап шығыңыздар. Қараңыздар, осы шоколадты қамырымызды осылай құйып жатырмыз. Өте әдемі көрінеді. Мінекей қараңыздар, біздің пирогымыз пісуге дайын тұр. Осындай әдемі ерекше болып қамырды құйып шықтық. Енді осы қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде менің пирогым шамамен 30-32 минуттың ішінде пісіп шықты. Қараңыздар, осылай өте әдемі болып көтеріліп пісті. Енді осы пирогтың піскенін осындай таяқша арқылы білсек болады. Таяқшамыз құрғақ болып шығатын болса, таяқшаға ештеңе жабыспаса, пісті деген сөз. Енді осы пирогты 10-15 минутқа суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Достар, осы пирогты кесіп, дәмін татпастан бұрын шай қайнатып, шайларыңызды дайындап қойыңыздар. Себебі осы пирог шаймен бірге өте жақсы үйлеседі, дәмді болып шыққан. Қараңыздар, сіздерге кескен кездегісін көрсетейін. Осындай пирогымыз көтеріліп, арасы пісіп, жұмсақ, дәмді және де хош иісті болып шықты. Сіздер де осы пирогты дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерде де мына видеодағыдай өте әдемі болып шығатынына күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.